өзімнің адал еңбегімнің арқасы деп есептеймін. Бір ерекшелік немене ерекшелік. Мен мынау өзімнің оқыған мектепте сол жерге мектеп басшысы болып тағайындалдым. Бұл өте үлкен жауапкершілікті талап ететін іс екендігін білеміз. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздер тұлғалар тілі арнасындасыздар. Бүгінгі шығарылым ұстаз жолы болмақ. Мен Жамбыл атындағы мамандандырылған мектеп-лицей-интернатының 11-ші сынып оқушысы, болашақ медиа маманы, журналист Бақытбек Гауһар. Бүгінгі қонағымыз мектебіміздің білім мен тәрбие сапасына үлес қосып, рухани бағыт-бағдар беріп отырған кемел басшы, білікті педагог Бөкенов Бектөре Көйсіғұлы. Бүгінгі сұхбатқа қош келдіңіз. Ең алдымен өзіңізді қысқаша таныстыра өтсеңіз, және де жалпы еңбек өтіліңіз неше жылды құрайды, ұстаздық жолға қалай келдіңіз? Енді бірінші өзім таныстырып өтейін. Менің аты жөнім Бөкенов Бектөре Көйсіғұлы. Еңбек өтілім 1984 жылы Қарағанды мемлекеттік университетінің математика факультетін бітірдім. Содан бері міне 40 жылдан артық осы білім саласында қызмет атқарып келе жатырмын. Қарапайым мұғалімдіктен еңбек жолымды бастадым. Ең бірінші Қаражал қаласында жалпы білім беретін 7-ші мектебінде өзімнің ең бірінші еңбек жолымды бастадым. Одан кейін өзімнің туған ауылымда қызмет атқардым. Қазақ айтады ғой, туған жерге туыңды тік деп. Сол себепті сол туған ауылымда көп жыл қызмет атқарып, мектебімде өзімнің оқыған мектебімде өзіміз сабақ берген ұстаздармен. Одан кейін барып, міне қазіргі күнде Жамбыл атындағы облыстық мамандарға мектеп-лицей интернатын басқарып келе жатырмын. Биыл басқарған бұл мектепті 7 жылдан асып бара жатыр. Жалпы еңбек өтілім 42 жыл болса, сол 42 жылдың 30 жылдан артығын осы мектеп басқару ісіне арнадым. Енді бұл білім саласына мұғалімдікке қалай келдік деген сұраққа жауап беретін болсам, менің ағам Бөкенов Жәңгелді Көйсіғұлы деген осы ғалым, экономика ғылымының докторы, сол кісі мені осы сен математика болсам қайтеді деген бір өзінің ақылын айтып, сол толқып жүрген уақытта осы салаға мені бағыттап еді. Қазір өкінбеймін, өйткені осы елге егер еңбегім сіңіп жатса, бала тәрбиесінде үлкен жетістіктерге жетіп жатсам, соның барлығы өзімнің адал еңбегімнің арқасы деп есептеймін. Бүгінгі ұрпақ өте бақытты ұрпақсыңдар, себебі қазіргі уақытта барлық мүмкіндік бар білім алуға, оқуға. Сондықтан мен бүгінгі ұрпаққа тек қана жақсылық, табыс тілеймін. Енді мектеп басшысы болу өте үлкен жауапкершілікті талап ететін іс екендігін білеміз. Мектеп басшысы жолына жалпы осы қызметке қалай келдіңіз? Өзіңіздің ұстанымыңыз қандай? Мектеп басқару жолына енді жаңа айттым ғой, ең бірінші мұғалімдіктен бастадым. Содан кейін барып оқу ісінің меңгерушісі болдым. Біраз жылдан кейін еңбек өтілім. Одан кейін барып мектеп басшы қызметіне тағайындалдым ауыл мектебінде. Содан кейін 15 жыл болды осы Қарағанды қаласына ауысып келгеніме. Алдында осы мамандандырылған облыстық музыка мектеп-интернатын басқардым. Одан кейінгі міне қазір Жамбыл мектеп-лицейінде қызмет атқарып жатырмын. Жалпы өзімнің ұстанымым адалдық болса екен, шынайылық болса екен, және білімді ұрпақ болса екен деген осындай ұстаным ұстаймын. Сондықтан осы жолда жұмыс істеп жатырмын. Енді қазіргі уақытта тәуба деймін, өте көп шәкірттерім бар. Ол шәкірттеріммен мен әр уақытта мақтанамын. Керемет. Әрі қарай ұстаздық жолыңызды жалғастырып, шығармашылық табыстар тілеймін. Рахмет. Енді әр саланың өзіндік
қиыншылықтар бар ғой, сіздің ұстаздық жолыңызда бір кездескен қиыншылықтар мен кедергілер болды ма, немесе ерекше есіңізде қалған оқиғалар бар ма? Енді қиыншылықтар, кедергілер болды. Әрине, қандай маман болсын, оның еңбек жолында кедергісіз, қиыншылықсыз болмайды. Ол әрбір адамда болатын нәрсе деп ойлаймын. Бір ерекшелік, немене ерекшелік? Мен мынау өзімнің оқыған мектепте, сол жерге мектеп басшысы болып тағайындалдым. Сол уақыттағы ерекшелік, өзімнің бұрынғы ұстаздарым, солармен бірге жұмыс істеу маған бақытты бұйырды. Сол ұстаздарды әлі күнге дейін құрмет тұтамын. Солардан үлгі алдым, тәрбие алдым, ақыл алдым, ақыл кеңестерін тыңдадым. Сондықтан осы бір әрине өзіңнің оқыған мектебің, өзіңнің оқытқан ұстаздарыңа басшылық жасау бір жағынан күрделі де, екінші жағынан мүмкін енді қызық та шығар деп ойлаймын. Осындай бір ерекшелігі бар. Жақсы. 100 жылға жуық тарихы бар киелі білім ордамыз қарапайым мектептерден қарағанда айырмашылығы қандай деп ойлайсыз? Және біздің мектептің оқушылардың бойына сіңіретін, дәріптейтін құндылықтары қандай? Енді 100 жылдық тарихы бар Жамбыл атындағы мамандандырылған мектеп, лицей, интернат бұл облыста осы білім ордаларының қара шаңырағы деп есептеуге болады. Себебі қала, егер Қарағанды қаласы 1934 жылы ашылып жатса, ал біздің мектебіміз 1927 жылы мектеп болып ашылған, білім бере бастаған үлкен бір қара шаңырақтардың бірі. Сондықтан бұның тарихы өте терең. Бұдан тіпті біз мақтанамыз. Біздегі осы түлектеріміз ең ішіндегі ғалымдар да, ақындар да, жазушылар да, керемет жұмыскерлер де осы мектепте, мамандар, өз маманның шеберлері, өз мамандығының шеберлері осы мектептен түлеп ұшып жатыр. Тіпті Нұркен, Совет одағының батыры Нұркен Әбдіров біздің мектептің түлегі. Әрине, қазақ мектебі болғаннан кейін ең бірінші нәрсе балаларға қазақы салт дәстүрді бойларына сіңіру. Сондықтан осы ұстанымды ұстап отырсақ, сол қазақы тәрбиемен бүгінгі ұрпақты тәрбиелеп отырсақ, тек қана білім емес, тәрбиені де осы жағын тараздың екі басын тең ұстап отырсақ, біздің оқушыларымыз келешекте үлкен мықты азамат болады, қазақ елінің нағыз патриоттары, білімді азаматтар болады деген сенімдемін. Жалпы жастарға айтар ақыл кеңесіңіз, өсиетіңіз болса? Енді жастарға айтатын өсиетім, жаңа айттым ғой алдында, ең бірінші нәрсе шынайылық қажет. Одан кейін барып қазіргі уақытта барлық мүмкіндіктер жастарға жасалынған. Тек білім ал, оқы, өзіңнің сүйікті ісіңмен айналыс деген. Сондықтан айтар едім, қазақ елінің келешегі осы сендер жастардың қолында. Сондықтан жастар оқыңдар, өмір бойы оқу керек. Өмір бойы. Бүгін мен жеттім, мына жетістікке деп тоқтап қалуға болмайды. Сондықтан сонда ғана сендер ертең елдің бір Абай айтамыз айтқандай, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін таптап бар қалаң деп, бір үлкен маман иесі, елдің ертең бетке ұстар азаматы, азаматшасы болады деген ниеттемін. Сондықтан жастарға тек қана жақсылық тілеймін, аманшылық тілеймін, дендері сау болсын. Құрметті Бөкенов Виктория Қайсықұлы, бүгінгі сұхбат үшін көп рахмет. Алтындай уақытыңызды бөліп, өзіңіздің өмірлік тәжірибеңізбен бөлісіп жатқаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Егер де осы шығарылым ұнаса, лүпіл басып, пікір қалдырып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.